Ақылды қалалар. Ертіс өңіріндегі Назарбаев зияткерлік мектебінде World Robot Олимпиад робототехника бойынша жарыстың ұлттық кезеңі өтті. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген жас техникер адамзаттың тұрмысын оңтайландыратын ілімді жобаларын паш етті. Павлодарда бас қосқан 240 оқушының ең кішкентайы 6 жастағы жаңаөзендік оқушылар. Ал ересектері колледж немесе университетке түсуге дайындалып жүрген болашақ инженерлер. Оқушыларының ұшқыр қиялдарынан туған дүниелердің қатарында ақылды автотұрақ, ақылды дәріхана, ақылды құтқарушы бекет сияқты тың жобалар бар. Бір сөзбен айтқанда, зияткерлік сайыста Smart City идеясы қамтылды. Айта кетейік, ұлттық жарыс 2014 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Байқаудың ауқымы мен географиясы жыл санап кеңеюде. Халықаралық стандарттарға сай өтетін олимпиаданың арқасында қазақстандық оқушылар әлемнің үздік 10 құрамасының қатарына енген. Бүгінде робототехника үйірмелерінің желісі ауылдық жерлердегі мектептерге де тараған. Мәселен, бұл жарысқа Павлодар облысы Майқайың кентінің балалары бақтарын сынауда. Біздің бүгінгі жобамыз ақылды автотұрақ. Машина жақындаған кезде мұны тексереді, сосын кіргізеді, мотор жабылады. Сосын қыста мотордың суы қатып қалмау үшін астына ыссы жіберетін вентилятор қойып қойдық. Жаңа қалаларда көлік саны көбейеді және де паркинг орындар жоқ. Сол себептен біз Михаил менің досыммен мына проектті бастадық. Оның ең маңызды идеясы ол функционал. Мысалы, мына проектте 3 қабат бар. Бірінші қабат ол көлік жуу, екінші қабат ол көлікті қуаттану, және үшінші қабат ол көлікті қорғау. Сіз өзіңіз ұялы телефонмен қолданып, Bluetooth немесе Wi-Fi бойынша функционалмен қолдана аласыз. Очень сильный состав участников. Ұлттық жарыстың осы жолғы кезеңдегі қатысушылардың құрамы өте мықты. Әр бала өз ісін асқан шеберлікпен атқарған. Бүгінгі жарысқа келген балалар еліміздің болашақ инженерлері десем артық болмас. Елімізді алға жетелейтін де солар.